Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан технология колледжі арнайы пәндер оқытушысы Мәулетова Жанерке Мәулетқызы. Біз сіздермен бүгін компьютер әлеміне саяхат жасаймыз. Сабағымыздың тақырыбы: компьютерлік желілер дегеніміз не? Компьютерлік желілердің түрлері. Сабақ мақсаты: компьютерлік желілер туралы мағлұмат беру, компьютерлік желінің даму тарихымен таныстыру және компьютерлік желінің түрлеріне тоқталып өту. Операциялық жүйелер компьютермен бірге дамып, жылдан жылға қолдануға қолайлы болып келеді. Оның орта ғасырлық болса да өзіндік тарихы бар. Енді осы операциялық жүйенің даму тарихына тоқталып өтелік. Операциялық жүйе тарихы жарты ғасырдай уақытты қамтиды. Ол көбінесе есептеуіш аппаратураның және оның элементтік базасының дамуымен байланысты анықталады. Бірінші сандық есептеуіш машиналар 40-шы жылдар басында пайда болып, операциялық жүйелерсіз жұмыс істеді. 50-ші жылдардың ортасынан мониторлық жүйелер пайда болды. Олар тапсырмалар пакетін орындауда операторлар жұмысын автоматтандырды. 1965-75 жылдар аралығында интегралды микросхемаларға өту компьютерлердің келесі ұрпағына жол ашты. Осы кезеңде қазіргі операциялық жүйелерге қатысты барлық концепциялар, яғни мультипрограммалау, мультипроцестеу, көп терминалды іс тәртіп, виртуальды жад, файлдық жүйелер және желілік жұмыстар жасалды. Біз сіздермен операциялық жүйенің тарихына тоқталдық. Енді операциялық жүйе ұғымына анықтама берейік. Операциялық жүйе компьютер іске қосылған кезде бірден-бір жұмыс жасайтын бағдарлама. Операциялық жүйе қолданушымен сұхбат ұйымдастырады, компьютермен және оның ресурстарымен басқару жұмыстарын және басқа да қолданбалы бағдарламаларды іске қосады. Операциялық жүйе қолданбалы бағдарламалармен және қолданушы мен компьютер құрылғыларымен байланыс түрін, яғни интерфейс орнатуды қамтамасыз етеді. Адамға бағдарламаларды іске қосуға, барлық мүмкін деректерді оларға беруге және олардан алуға, бағдарламаның жұмысын басқаруға, компьютердің параметрлерін және оған қосылған құрылғыларды өзгертуге, ресурстарды қайта бөлуге мүмкіндік береді. Операциялық жүйенің екі негізгі қызметіне тоқталайық. Біріншіден, барлық қолданбалы және жүйелік программалардың жұмысын, оларды бір-бірімен және аппараттық жабдықтармен байланыстыра отырып қамтамасыз ету. Екінші, әрбір адамға электронды есептеуіш машинаны жалпы басқару мүмкіншілігін беру. Компьютерді басқару операциялық жүйенің командалық тілі арқылы жүргізіледі. Ол дискіні басқару, мәліметтерді көшіру, файлдарды баспаға шығару, кез келген программаны іске қосу, қажетті жұмыс режимін орнату сияқты әртүрлі әрекеттерден тұрады. Бұл сабақта операциялық жүйенің атқаратын қызметін қарастырамыз. Бірінші қызметі интерфейстің бірнеше түрін қамтамасыз ету. Бұл командалық жол интерфейсі және графикалық интерфейс. Командалық жол интерфейсінде басқарушы командалар командалық жол өрісіне енгізіледі. Графикалық интерфейстегі жұмыс басқарудың активті және пассивті экрандық элементтерінің өзара әрекеттесуіне негізделген. Активті элемент ретінде тінтуір нұсқағышы берілген. Ал пассивті элемент ретінде графикалық басқару элементтері батырмалар, таңбашалар, ауыстыру қосқыштары, жалаушалар, мәзір және тағы басқа сияқты қосымшалармен берілген. Екінші қызметі автоматты іске қосуды қамтамасыз ету.
барлық операциялық жүйе өзінің автоматты түрде іске қосылуын қамтамасыз етеді. Бұл компьютерде іске қосқан кезде керекті бағдарламалар автоматты түрде іске қосылу үшін қажет. Үшінші қызметі файлдық жүйені ұйымдастыру. Windows топтамасының операциялық жүйелері FAT32 және NTFS файлдық жүйелерін қолдайды. Файлдық жүйе бұл қатқыл дискілерде файлдарды сақтау және каталогтарды ұйымдастыру жүйесі. Қатқыл диск көптеген кластерлер жиынтығы болып табылады. FAT32-де бір кластердің көлемі 32 килобайтқа дейін, ал NTFS-те 64 килобайтқа дейін жетуі мүмкін. Бір кластерде тек бір ғана файлды сақтауға болады. Мысал үшін, FAT32 жүйесінде көлемі 33 килобайт болатын файл 64 килобайт, яғни 2 кластерді алады. FAT32-де бөліктің қатқыл дискідегі жад аумағының ең үлкен көлемі 8 терабайт. NTFS-те 16 эксабайт. NTFS файлдық жүйесімен жұмыс істеу үшін оперативті жадтайтын құрылғы кем дегенде 64 гигабайт болу керек. Ал FAT32-нің оперативті жадтайтын құрылғыға қоятын талабы өте аз. FAT32-ден қарағанда NTFS қатқыл дискілердегі ақпараттың қауіпсіздігін анағұрлым жоғары деңгейде қамтамасыз ете алады және үлкен көлемді файлдармен жұмыс істеген кезде қолайлырақ. Төртінші қызметі файлдық құрылымға қызмет көрсету, яғни файлдар құру, каталогтар құру, файлдық құрылым бойынша навигация, файлдар мен каталогтардың атын өзгерту, файлдар мен каталогтарды көшіру, орнын ауыстыру және тағы басқа. Бесінші қызметі қосымшаларды басқару. Операциялық жүйеде бір мезетте немесе алма-кезек бірнеше қосымшамен жұмыс істеу, қосымшалар арасында деректермен алмасу, қорларды бірнеше қосымшалармен бірлесе пайдалану мүмкіндігі. Алтыншы қызметі аппараттық жасақтамамен өзара әрекеттесу. Қолданбалы бағдарламалардың драйверлермен өзара әрекеттесуін басқарудан тұрады. Жетінші қызметі компьютерге қызмет көрсету. Файлдық құрылымның бүтіндігін тексеруден және дискінің физикалық бетін тексеруден тұрады. Егер файлдық құрылымда қателер анықталған болса, олар операциялық жүйенің арнайы құралдарымен жойылады. Дискінің физикалық зақымдану анықталған жағдайда, зақымданған аймақ белсенді жұмыстан шығарылады. Операциялық жүйенің жіктелуі. Дербес компьютерлер үшін операциялық жүйе бірнеше параметрлер бойынша өзгешеленеді. Операциялық жүйе бір қолданушы және көп қолданушы болып бөлінеді. Бір есепті және көп есепті болып бөлінеді. Операциялық жүйе мен қолданушының байланысының базалық түрі бойынша бөлінеді. Яғни, командалар түріндегі диалог, меню түріндегі диалог, графикалық көріністер түріндегі диалог болып бөлінеді. Адрестік шинаның разрядтарының саны бойынша бөлінеді. Дербес компьютерге арналған операциялық жүйелер бір міндетті және көп міндетті болып атқаратын қызметіне байланысты бөлінеді. Бір адам пайдаланатын және бірнеше адам пайдаланатын болып бөлінеді. Бір міндетті операциялық жүйе дегеніміз, қай кезде де адамның компьютерде тек бір ғана іспен шұғылдануына, яғни тек бір ғана мәселені шешуіне мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер әдетте негізгі режимде бір программаны және фондық деп аталатын режимде тағы бір программаны іске қосуға мүмкіндік береді. Мысалы, негізгі режимде мәтіндер редакторын, ал фондық режимде басу программасын іске қосуға болады. Көп міндетті операциялық жүйе дегеніміз бірнеше программаны қатар іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл программалар бір-біріне кедергі келтірмей қатар жұмыс істейді. Мысалы, бір программа адаммен шахмат ойнағанда, басқасы басқа компьютерден бірге модем арқылы ақпарат тексеруі мүмкін. Бір міндетті жүйелер қарапайым,
жинақы, қуаты аз компьютерлерде жұмыс істей береді. Жұмыс істеу қолайлылығы жағынан көп міндетті жүйелерге теңесе алмайды. Бір адам пайдаланатын операциялық жүйе дегеніміз компьютерде тек бір ғана адамның жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Дербес компьютерде бірнеше адам кезекпен жұмыс істеуіне болады, және олардың әрқайсысы компьютердегі барлық ақпаратқа шыға алады. Бірнеше адам пайдаланатын операциялық жүйе дегеніміз. Бірнеше адам пайдаланатын жүйеде әрбір пайдаланушы өз ақпаратына пароль енгізіп, тек жеке өзінің ғана аша алатын ақпаратына шыға алады. Кейбір бірнеше адам пайдаланатын жүйелер бір компьютерде бірнеше пайдаланушының қатар жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Бұл жағдайда әрбір пайдаланушының жұмыс орнына терминал орнатылуы мүмкін. Қазіргі кезде компьютерге арналған 3 ең танымал операциялық жүйелер бар. Бұларға тоқталып өтейік. Microsoft Windows операциялық жүйесі, Linux операциялық жүйесі және әйгілі Apple Mac операциялық жүйесі. Windows операциялық жүйесі біз барлығымыз қолданатын Windows операциялық жүйелері. Windows жүйесіндегі жұмыс істеу негіздерінің басталу уақыты 1981 жылы MS-DOS операциялық жүйесі IBM дербес компьютерлермен бір мезгілде пайда болып, әрбір компьютерге орналастырылған болатын. MS-DOS операциялық жүйесі тек бір адамның ғана жұмыс істеуіне арналған болатын, және бір мезетте тек бір ғана мақсатты шешетін. Оның үстіне MS-DOS операциялық жүйесі компьютердің тек 640 килобайт жадын ғана алатын. Адам мен компьютер арасындағы байланысты ұйымдастырушы қызметін, яғни пайдаланатын негізгі интерфейс рөлін MS-DOS жүйесінде командалық жол атқарды. Қазір Windows операциялық жүйесінің көптеген жаңа нұсқалары бар. Келесі, әйгілі Apple Mac операциялық жүйесі. Apple Mac ақш-тағы Apple фирмасының дербес компьютерлер тобы. Ең алғашқы Mac 1984 жылы 24 қаңтарда шығарылды. Қазіргі кезде Apple Mac компьютерлері келесі өнімдерді ұсынады. Бастапқы деңгейдегі MacBook ноутбуктерін, жоғарғы деңгейлі MacBook Pro ноутбуктарын, iMac интегрленген дисплеймен моноблокты үстел компьютерлері, жоғарғы деңгейдегі Mac Pro жұмыс станциясы. Әрбір компьютер ішінде әртүрлі конфигурациялар болады. Apple Mac бірінші компьютерлері Motorola процессорлары базасын қолданып, одан кейін әлдеқайда күшті IBM PowerPS процессорларын, кейіннен Intel процессорларымен жабдықталды. Келесі операциялық жүйе Linux ашық жүйелер стандарттарын қолдайды және Windows жүйелерімен бірге қолданыла алады. Бастапқы мәтіндермен қоса, жүйенің барлық құрамдас бөліктері еркін көшіруге және саны шектеусіз пайдаланушылар үшін орната пайдалануға берілетін рұқсатпен бірге таратылады. Linux басқаруымен сан алуан кәдімгі дербес компьютерлер мен ноутбуктардан бастап, көп процессорлы өнеркәсіп серверлері, кластерлік есептеуіш кешендер, PDA және IBM компаниясы шығаратын қол сағаттарына дейінгі электронды жүйелер жұмыс істейді. Linux операциялық жүйесі қауіпсіз жүйе болып саналады. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сабақта операциялық жүйелер түсінігімен таныстыңыздар. Операциялық жүйенің даму тарихына тоқталдық. Жиі қолданылатын операциялық жүйе түрлерімен таныстық. Келесі сабақта операциялық жүйені өзіміздің дербес компьютерімізге орнатуды үйренеміз. Бүгінгі сабақ бойынша сіздерге тапсырма. Операциялық жүйе туралы және операциялық жүйенің негізгі түрлері жайлы қызықты ақпарат жайлы презентация құрастырыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.